Құмырсқа жайлы ертегі. Ертеде бір құмырсқа өз илеуіндегі тобынан бөлініп, сол маңдағы ара, қоңыз секілді жәндіктермен дос болыпты. Бірде жем іздеп шыққан құмырсқа жол үстінен бір дән тауып алады. Жалғыз өзі әрі-бері әуреленіп, дәнді орнынан қозғалта алмайды. Сонан соң көмек сұрап өзінің қанатты достарын іздейді. Бір уақытта гүлден гүлге қонып, шырын жинап жүрген араға жолығады. «Досым, мен бір дән тауып алып едім, жалғыз өзім көтере алмадым. Маған көмектесіп жіберші» деп өтінеді. «Көрмей тұрсың ба? Мен де жұмыс істеп жатырмын ғой» деп ара көнбей қояды. Солай ғой, мейлі» деп құмырсқа әрі жүріп кетеді. Ол енді қоңызды тауып алады. Мән-жайды айтып көмек сұрайды. «Сен үшін өз еңбегімді еш қыла алмаймын» деп қоңыз ызыңдап ұшып кетеді. Солай басқа достары да көмек қолын созбайды. Достарынан күдер үзген құмырсқа мұңайып қайтып келе жатады. Жолда өзінің илеулестерімен ұшырасып қалады. Олар мұның түрін көріп, «Саған не болған? Не істеп жүрсің?» деп жөн сұрайды. Құмырсқа басынан кешкен оқиғасын баяндап береді. «Жалғыздық деген сол» деп илеулестері құмырсқаны жұбатып, дәнін көтерісіп, әрі алып кетеді. Осылай құмырсқа үйіріне қайта қосылады. Жаңа достың қадірі ескі досқа жетпейді деген екен. Сонда бір кәрі құмырсқа. Соңы. Ертегі ұнаса, түсінгендеріңді үлкендерге айтып көріңдер. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Лайк басып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Рахмет.